Достар, бүгін біз 689-шы есепті шығаратын боламыз. Бұл жерде берілгені оқушы бірінші күні кітаптың 8-ден 1-ін, екінші күні қалғанының 7-ден 2-сін оқыды. Сонда оқушының оқыған беттері оқымаған беттерінен 18 бет кем болды. Кітапта барлығы неше бет болған? Осындай сығысайық. Бізде бірінші күні 8-ден 1 x екен, ал оның қалғаны 8-ден 7 x. Екінші күндігін шығару үшін 8-ден 7 x-ті көбейтеміз 7-ден 2-ге. 7 мен 7 қысқарады, 8 мен 2 қысқарады, 4 мына жерде 1, сонда 4-тен 1 шығады. Бізде екінші күндікі сонда 4-тен 1 x екен. Енді біз оқыған беттерін тауып алу үшін 8-ден 1-ді қосамыз 4-тен 1-ге. Екеуінің ең кіші ортақ еселігі 8 болады. 8 4-ке бөлсек 2-ден береміз. 8 8-ге бөлсек 1 болады. Сонда 8-ден 3x бұл оқыған беттері. Енді біз 8-ден 8x-тен азайтамыз мына оқыған беттерін. Сонда 8-ден 5x бұл оқымаған беттері болады. Енді біз осы екеуін теңестіруіміз керек. Сондықтан 8-ден 3x-ге 18-ді қосамыз. Бұл жерде мына жерде 18 бет кем болды дейді. Оқыған беттерінен, оқымаған беттерінен 18 бет кем болды дейді. Сонда мына оқыған беттеріне 18-ді қосамыз. 18-ді қосамыз. Енді 18-ден 8-ден 5x-ті 5x-тен азайтамыз 8-ден 3x-ті. 18 тең 8-ден 2x болады. X тең 18-ді 8-ге көбейтеміз. 2-ні жазамыз. Бөлу 2. 2-ні 2-ге қысқартсақ 1, 18-ді 2-ге қысқартсақ 9 болады. Сонда x тең 9-ды 8-ге көбейтсек 72. Жауабы бізде 72.